әкімшілікпен, жергілікті полиция қызметкерлерімен, спецавтоваза мекемесімен Қазақала WhatsApp чаты ашылып жұмыс жасалуда. Енді бұл чаттың тиімділігі полиция қызметкерлерімен тығыз байланыстамыз. Мына үлкен көлемде қоқыстарды тұрғындар белгіленбеген жерге әкеліп төгіп кеткенді жаңағы бейне жазбаларға түсіріп, осы Қазақала чатына жібереміз. Сол чаттан шарасы алынып, жаңағы айыппұл салынып тұрады. Жалпы мына қала ішілік қойылған контейнерлер алаңы бұл тұрғындардың күнделікті тұрмыстық қалдықтарын төгуге арналған контейнерлер. Алайда бұған жаңағы тұрғындар айналасына үлкен көлемді қоқыстарды әкеліп, белгіленбеген жерлерге әкеліп төгеді. Енді бұл тұрғындардың қаперіне бергіміз келеді. Бұл үлкен құрылыс қалдықтарын, үйден шыққан түрлі қалдарын арнайы қала сыртында полигон бар. Бұл 2020 жылдан бастап тегін қызмет көрсетуде. Осындай үлкен көлемді қалдықтарды, құрылыс қалдықтарын әкеліп белгіленбеген жерге төгілетін болса, бұл Қазақала чатына салып, біз шарасын алуға жолдаймыз.